Армысыздар ардақтаған YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен YouTube каналыма жазылмасаңыз міндетті түрде тіркеле кетіңіздер. Дәл осы каналды өздеріңіздің жақындарыңызға, таныстарыңызға, туыстарына барлығына таратыңыздар. Міндетті түрде осы каналдан тегін видео сабақтарды көріп, баспаналы болуға алғашқы қадамыңызды жасаңыз. Бүгін керемет қуанышты жаңалық әсіресе Алматы облысы жастарына арналады. Бүгін 1 қараша 2022 жылдан бастап Алматы облысының жастарына арналған Алатау жастар бағдарламасы іске асты. Яғни өтінім қабылдау басталды. Өтінім қабылдау мерзімі 1 желтоқсан 2022 жылға дейін жалғасады. Өтінімді қалай береміз, қайда барамыз, онлайн немесе офлайн бола ма, ол жағына кейінірек түсіндіріп беретін боламын. Қазір бағдарламаның шарттарына көз жүгіртейік. Негізгі шарттар: Қазақстан Республикасының азаматы болуыңыз керек, Алматы облысында кем дегенде 1 жыл пропискаңыз болу керек, және соңғы жұмыс орныңызда 1 жыл кем дегенде жұмыс өтілі болу керек. Яғни бір жерде 1 жыл жұмыс жасауыңыз керек деген сөз. Енді ерлі-зайыптылардың атында немесе отбасының мүшелерінің атында соңғы 5 жылда Қазақстан Республикасы бойынша тіркелген мүлік болмауы керек. Отбасы банкінің шарттарына келетін болсақ, 0% алғашқы жарна мен 10% алғашқы жарнаның арасында. Егер сіз алғашқы нарықтан пәтер алам десеңіз, яғни құрылыс компаниясының жаңадан салған жаңа үйінен пәтер алам десеңіз, онда отбасы банкінен 0% алғашқы жарна, яғни ешқандай депозитке ақша салудың қажеті жоқ. Егер сіз қолданыстағы пәтер, екінші нарықтан, вторичкадан пәтер алам десеңіз, онда 10% алғашқы жарна салуға тура келеді. Сонымен қатар жер үйде алуға болады. Пәтер немесе жер үй Алматы облысының аумағына жату керек. Естеріңізге сала кетейін, Алматы облысына 9 үлкен ірі аудандар келеді. Оларды мен сіздерге оқып бере салайын. Балқаш ауданы, Еңбекші Қазақ ауданы, Жамбыл ауданы, Кеген ауданы, Қарасай ауданы, Райымбек ауданы, Талғар ауданы және Ұйғыр ауданы, Іле ауданы. Яғни осы ауданның 35-ке дейінгі жастары Алатау жастар бағдарламасына қатыса алады. Негізгі құжаттар: ерлі-зайыптылардың жеке куәліктері, балалардың туу туралы куәліктері, жұмыс орныңыздан анықтама жұмыс жасайды деген, соңғы 6 ай пенсионный выписка, жұмыс орныңыздан справка о зарплате, неке туралы куәліктеріңіз немесе неке бұзылды деген куәліктеріңіз, осы құжаттар. Жеке кәсіпкер болсаңыз, форма 911, 910, 240, 220 деген сияқты құжаттарды экранда көрсетілген құжаттарды жинауыңыз керек. Өтінім беру басында айтып өткендей 1 желтоқсан 2022-ге дейін жалғасады. Егер сіз Алматы облысы Қонаев қаласына жақын маңда тұрсаңыз, онда сол Қонаев қаласына барсаңыз болады. Негізгі мекенжай экранда көрсетілді. Міне Қонаев қаласы, Қонаев 41 мекенжайы бойынша орналасқан Бәйтерек бизнес орталығының мәжіліс залында. Сіздерге сол жерде отбасы банкінің мамандары өтінім беруге көмектеседі. Ал егер сіз шалғай аудандарда, шалғай ауылда тұратын болсаңыз, онда мына экранда көрсетілген Алатау _жастары программа @mail.ru почтасына басында айтылған құжаттарды жіберуіңіз керек. Құрметті достар, сіз қазір бағдарламаға қатысып жатқан кезде тек қана үміткер ретінде қатысып жатырсыз. Бағдарлама аяқталғаннан кейін белгілі бір уақыт бойы негізгі арнайы комиссия кандидаттарды анықтайтын болады. Яғни негізгі тізімге кімдер өтеді, соларды анықтайды. Ол балдық жүйе бойынша. Сіз мысалы ерлі-зайыпты ретінде неке құрған болсаңыз, некеңіздің мерзіміне байланысты бір бал беріледі. Әр бала санына байланысты бал беріледі. Сіздің мамандығыңыз Қазақстан Республикасына тапшы жаңағы 100 мамандыққа кіретін болса, соған бал беріледі. Осындай балдық жүйемен негізгі тізімге адамдарды өткізеді. Негізгі тізімге адамдар өткеннен кейін сіздерге SMS хабарландыру жіберіледі отбасы банкінен немесе жергілікті әкімшіліктен. Негізгі тізімге өттіңіз, құттықтаймыз деп сіздерге направление береді. Яғни уведомление немесе қаттама. Сол қаттаманы алып, отбасы банкіне келіп, төлем қабілетін растап, баспана тауып, оны оценка жасап, арғарда ипотека рәсімдейсіздер. Ипотека рәсімдейтін кезде міндетті түрде сіздердің кредитный историяларыңызға қарайды. Менің YouTube каналымда кредитный историяны қалай алу керек және оны талдау бойынша видео бар. Плейлист бөліміне өтсеңіз, кредитный история бөлімшесінен қарасаңыздар болады. Міндетті түрде доходты тексеретін болады. Сіздің доходыңыз жетпесе, 2 адамды созаемщик ретінде тартуға болады. Міне, бар ақпарат осы. Барлық Алматы облысы жастарына таратыңыздар. Барлықтарыңыз баспаналы болыңыздар. YouTube каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.